Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Экология және табиғатты қорғау қызметі мамандығы техник-технолог біліктілігі бойынша білім беру ұйымы анықтайтын модульдегі урбоэкология және урбомониторинг негізі пәнінен экологиялық патология атты тақырыбымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты экологиялық патология туралы ұғым қалыптастыру, міндетті әлеуметтік экологиялық проблемалардың ерекшеліктерін анықтау және оларды шешу жолдарын іздеу. Күтілетін нәтиже экологиялық патологияға анықтама береді. Ластағыштардың түрлі биологиялық әсерлері белгілі. Олар уытты, тератогенді, онкогенді және мутагенді болып келеді. У деп ағзаға кез келген жолмен тыныс жолдары, тері жабыны, ас қорыту тракты бойымен шамалы ғана мөлшерде түскен соң ағзаның тіршілік үшін маңызды құрамдармен өзара әрекеттеске түсіп, белгілі бір жағдайларда сырқатты күйге, яғни улануға немесе өлімге апарып соғып, ағзаның тіршілік әрекетінің бұзылуын тудыра алатын туысы жат химиялық қосылыстарды атайды. Ағза мен удың өзара әрекеттестігін зерттейтін ғылым токсикология деп аталады. Токсикология удың қасиеттерін, организмге тигізетін әсерін, улану салдарының туатын өзгерістерді, уланған адамды емдеу әдістерін зерттейтін сала. Токсикология бірнеше салаларға бөлінеді. Ол мысалы әртүрлі жануарлар мен өсімдіктердің химиялық заттарға қайтаратын жауабын ерекшеліктерін зерттейтін салыстырмалы токсикология. Ауыл шаруашылығы жануарлары мен кәсіптік аңдардағы осындай ерекшеліктерді зерттейтін ветеринариялық токсикология. Әскери және сот токсикологиясы клиникалық токсикология мен патологиялық анатомияның мәселелеріне негізделінеді. Өнеркәсіп, өндіріс, әсіресе химия өнеркәсібінің дамуына байланысты токсикологияның кәсіптік улану немесе өндірістік улану деген жаңа салалары пайда болды. Токсикологияда ең маңызды саласы ол медициналық токсикология. Ол жалпы клиникалық және профилактикалық болып бөлінеді. Жалпы улы заттар қауіптілігі бойынша 4 классқа бөлінеді. Бірінші классы ол айрықша қауіпті класс деп аталады. Бензопирен, диметил тиофосфат, қорғасын, металдық сынап және олардың бейорганикалық қосылыстары жатады. Екінші класс метил меркантан, азот тотықтары, никель, марганец, күкіртсутек, металдық күміс және оның бейорганикалық қосылыстары, формальдегид, фторлы сутек, тағы басқалары жоғары қауіпті заттар деп аталады. Үшінші класс қара күйе, күкірт көміртек, метил спирті, темекі орташа қауіпті және аммиак, аммиакты карбамидті тыңайтқыштар, бокситтер, мысты никельді кендер, бұлар 4-ші класс болымсыз қауіпті заттар. Ластағыштардың тератогенді әсері заттардың адам ағзасына, оның жатырдағы даму кезеңінде әсер етеді. Бұл тұқым қуалайтын кемістіктерді тудырады, мысалы аяқ қол, таңдай кемістіктері тағы басқалары. Ластағыштың онкогенді әсері қатерлі ісіктердің түзілуіне әкеледі. Химиялық және радиациялық мутагенез белгілі жай. Химиялық мутагенез мутациялардың пайда болу құбылысын, яғни химиялық полюанттардың әсер етуінен ДНК молекулаларының құрылымының өзгеруі. Ал радиациялық мутагенез радиобелсенді заттардың әсерінен мутациялардың пайда болуы. Осы және басқа да проблемаларды шешу жолдарын іздеу бұл
медицинаның және экология және табиғатты қорғау қызметі мамандықтарының негізгі құзыреттілігі болып табылады. Құрметті студенттер, осы берілген мәліметтерді және тағы да қосымша мәліметті берілген әдебиеттен таба аласыздар. Және де экологиялық патология атты тақырыбымыз бойынша келесі бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. Оны ескере отырып, Платонос платформасындағы Word документінде берілген тапсырмаларды орындап, жүктеулеріңізді сұраймын. Осымен лекциямыз аяқталды. Сау болыңыздар.